Сәлем достар, біз бүгінгі сабақта осындай тізімдердің түрлерін жасауды үйренетін боламыз. Жалпы тізімдер бұл UI дизайнде ақпаратты жүйелеу мен көрсетуге арналған ең негізгі элементтердің бірі. Ол контактілерді, хаттарды, параметрлерді немесе тауарды бір қатарға реттеп түзу үшін қолданылады. Осы видеода көрсетілген тізімдердің бәрін ретімен жасап шығатын боламыз. Ең бірінші тізімде радио батырма арқылы біз кез келген мекен-жайды таңдай аламыз. Сонымен қоса мекен-жай детальдарын өзгерте аламыз. Жалпы бұл екі жолды тізім 3 элементтен тұрады және соны құрауды бастайық. Ең бірінші үстіңгі текстімізді қосамыз және оны қалаған түсімізге бояймыз. Енді екінші текстіміздің өлшемін өзгертіп, түсін де өзгертіп қосамыз. Және осы екі текстті алып автолейаутқа саламыз. Енді осы контейнеріміздің ұзындығы мен енін хак функциясына ауыстырамыз. Яғни бұның ұзындығы мен ені ол ішіндегі элементке байланысты болады. Және тексттерімізді көлденең орналастырамыз. Осымен біздің текстімізден компонент жасаймыз. Енді алдыңғы сабақта радио батырманы жасаған болатынбыз, соны қазір қосатын боламыз. Естеріңізде болса, радио батырма арқылы біз тек қана бір нұсқаны таңдай аламыз. Енді біздің тізімімізге радио батырманың таңдалған күйін қосамыз. Енді бізде иконка қалды, соны қосатын боламыз. Және бұл файлға иконканы қосу туралы менде отдельный сабақ бар, қарасаңыздар болады. Енді бұл иконкамызды автолейаутқа салып, одан компонент жасаймыз. Және бұны көрсетілген түсімізге бояймыз. Енді текст компонентінің көшірмесін алып қоямыз. Және бұған қалаған ақпаратымызды енгіземіз. Енді иконкамыздың көшірмесін алып тура осылай қоямыз. Енді радио батырма мен текстімізді алып, біріктіріп, автолейаут контейнеріне саламыз. Енді жан жағына отсыптар қойып шығамыз. Енді осы контейнермен иконканы біріктіріп, автолейаутқа саламыз. Енді бұл екеуінің арасына өзі есептеліп отыратын отсып қоямыз. Енді бұның тек астыңғы шекарасын сызып бояймыз. Енді осы радио батырманы өшіріп қосып тұратын функция жасаймыз. Яғни біз компоненттің көшірмесін аламыз. Сол жерде функция болады, осы радио батырманы өшіру немесе қосу. Соны қазір жасап жатырмын. Мен мына жерде ұмытып кетіппін. Біз текст тұрған компонентке барып, астыңғы тұрған текстке осындай функция беретін боламыз. Енді жасап жатқан компонентіміз, яғни тізіміміз, ішінде орналасқан текстіміз, осы текстіміз тұрған компоненттен оның функциясын наследовать ету керек. Сондықтан nested component деген батырманы басамыз.
яғни осы компоненттің көшірмесінде бізде текстті өшіру немесе қосу функциясы пайда болады. Енді екінші тізімімізді жасайтын боламыз. Бұл тізімде switch толы қолданылады. Бұны да алдыңғы сабақта жасаған болатынбыз. Яғни бұл қандай да бір функцияны өшіру немесе қосу деген мағынаны білдіреді. Яғни switchті қосқан кезде бізде курьер есіктің алдына товар тастап кетеді. Егер де switch өшіп тұрса, яғни товарды есіктің алдына тастамайды деген сөз ғой. Бұл жерде есіктің иконкасы болмаған соң, мен бұны басқа набордан әкеліп қойдым. Яғни бұны иконканы компонент жасап, оны автолейаутқа саламыз, және осыны копировать етіп, қазір списогімізге, яғни тізімімізге қосатын боламыз. Қазір енді жасап жатқан тізіміміздің мамасын, яғни родительский компонентті алып келеміз де қоямыз. Қазір қорықпаңыздар, енді операция болады. Біз осы элементтерді алып, тізімнің ішіне апарып қоя саламыз. Көріп тұрғаныңыздай, біз тоғылды автолейаутқан өзінің контейнер бар ғой, соған апарып қоямыз. Ал есікті анау ішінде тұрған екі элемент бар ғой, соның ішіне апарып қоямыз. Және есік тұрған иконкаға көрсету немесе көрсетпеу функциясын енгіземіз. Және сыртта тұрған тоглдың қасиеті бар ғой, функциясын, сол біздің тізіміміз тұрған функцияға наследовать етеміз. Яғни оның функциясын мынаның ішіне береміз. Сол кезде біз осы тізімнің көшірмесін алып арып қойған кезде бізде тоглдың функциясы, яғни оның қабілеттері пайда болады осының ішінде. Және осы компонентіміздің көшірмесін алып қоямыз. Және осы есіктің алдында қалдырып кет деген түрін жасайтын боламыз. Ол үшін просто функцияларды қолданамыз. Яғни тоглды өшіреміз, қосамыз, керек еместерін алып тастаймыз. Мінекей осымен біздің тізіміміздің екінші түрі дайын. Енді осы тізіміміздің ашылған түрін дайындайтын боламыз. Яғни қандай да бір категория листі бар, яғни тізім. Соны ашқан кездегі состояниесін күйін жасайтын боламыз. Ол үшін қалаған суретімізді алып компонент жасаймыз. Және осы суретіміз тұратын обложкасын жасаймыз. Мен бұл жерде фреймді қолдандым. Сол фреймнің ішіне апарып осы суретті қоятын боламыз. Негізінде автолейаутқа салсаңыздар болады. Мен өзім білем, не үшін фрейм қолданғанын, бірақ фреймді де қолдануға болады. Енді сурет салып біткен соң бұны компонент жасайтын боламыз. Және фреймнің радиусын өзгертеміз. Енді қазір қайтадан операция жасайтын боламыз, қорықпаңыздар. Просто ананы суретті алып қоя саламыз. Бұл жерде өзгерістерді мамасының контейнеріне жасайтын боламыз.
яғни бүкіл өзгерістер мастер компонентте болады. Және осы суретімізді текст пен иконка және радио батырмай тұрған жер бар ғой, солардың арасына салып қоясыздар. Және осы суретімізді көрсетіп немесе көрсетпеу деген функцияны қосатын боламыз. Енді көшірмесін қалпына келтіреміз, яғни кейбіреуін алып тастаймыз, кейбіреуін көрсетпей қоямыз және солай. Енді қайтадан көшірмесін алып, тек қана тексті қалдырамыз. Және бұны сол жағынан 30 береміз. Енді текстіміз тұрған спискті алып, автолейаут жасаймыз. Енді екеуін автолейаутқа саламыз. Осымен біздің тізіміміз дайын.